Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге өте күшті ақша табу жолын көрсететін боламын. Ол ақша табу жолымен сіздер күніне $1 5 минут ішінде таба аласыздар. Яғни 5 минут күн сайын сіздер 5 минуттарыңызды кетіресіздер, 2-3 кнопканы басасыздар, $1 аласыздар, шығасыздар. Қиын емес ақша табу жолы, бірақ өзінің рисктары бар. Дәл қазір мен сіздерге басынан аяқ сол жайлы айтып кететін боламын. Және де кішкене розыгрыш жайлы айтып кетсем, мен 10 000 тіркелуші болғанда розыгрыш өткіземін деп айтқан болатынмын. Және де розыгрыш 8 000 теңгеге болады, яғни 8 адам ұтады. Әрқайсысы 1000 теңгеден көбірек ұтқанын дұрыс деп ойладым өзім. Сол себепті де 8 000 теңгеге 8 адам ұтады. Қараңыздар, 3 адам всегда комментарий жазып жүрген адамдардың арасынан таңдалады. Мысалы, қараңыздар, соңғы 20 шақты видеоны көреміз. Барлығына коммент жазып, всегда видеоларын көріп жүрген 3 адам міндетті түрде ұтады, ешқандай рандомсыз. Ал 5 адамды рандоммен таңдап аламыз. Яғни былайша айтқан кезде 10 000 подписчик болады. Сол кезде мен 3 видео, 4 видеоға коммент жазған, соңғы түсірілген 4-5 видеоға коммент жазған адамдар таңдаймын. Сосын солардың арасынан 5 адам ұтады. Ал 3 адам бөлек өзін таңдаймын, яғни қолмен просто ең көп коммент жазып жүрген адамдар таңдаймын. Сол үшін міндетті түрде видеоны соңына дейін көріп, тіркеліп, коммент жазып, қоңыраушан басып қойыңыздар. Ешқандай қиындығы жоқ. 1000 теңге просто тегін аласыздар. Қараңыздар, енді осы сайттың ссылкасы осы жерде болады, яғни менің телеграм каналымда болады. Менің телеграм ссылкасы описанияда болады. Сол телеграм канал, менің телеграм каналыма кіресіздер, соңғы осы көрген видеоларыңызды тауып аласыздар, сосын соның үстінен, сайттың үстінен басасыздар. Сайтты басқан кезде сіздерде дәл осындай терезе шығады. Дәл қазір менде сайт басқа жақта тұр. Дәл менің ссылкам осындай болады. Короче, менің телеграмымда тұрған ссылканы басасыздар, сіздерге осындай терезе шығады. Бұл жерде кейбір адамдарда ағылшынша жазылуы мүмкін, ешқандай қиындығы жоқ. Ең бірінші өздеріңіздің немелеріңізді жазасыздар, былайша айтқан кезде никнеймдарыңызды жазасыздар, одан кейін пароль жазасыздар, одан кейін астына парольді қайталап жазасыздар, үстіне жазған пароліңізді астына қайталап жазасыз. Одан кейін торговля, яғни сіз ақша шығаратын кезде қолданатын пароль, яғни бұл жерге тағы да пароль жазасыз, бірақ сәл басқаша қылып жазсаңыз болады, немесе барлығын бірдей қылып жазып тастасаңыздар да болады. 4 парольді да бірдей қылып жазып тастасаңыздар да болады. Бұл пароль сізге ақша шығарғанда керек болады. Одан кейін код приглашения осы қалады сіздерде. Одан кейін WhatsApp, яғни өзіңіздеріңіздің WhatsApp номерлеріңізді жазасыздар. Одан кейін электронный почта дейді, электронный почталарыңызды жазасыздар. Мысалы, былай толтырылады толған кезде. Осы жерге мені қараңыздар, электронный почта, WhatsApp, сосын парольді осы екі жерге сіз ақша шығаратын кездегі пароль бөлек пароль болады. Яғни сіз бұл жерге 4 парольді бірдей жазсаңыздар болады, немесе регистрация жасағандағы пароль сәл басқаша шығып, одан кейін торговлядағы пароль сәл басқаша шығып жазсаңыздар болады. Ал енді қазір мен өзімнің жеке кабинетіме кіретін боламын. Ал енді қараңыздар, мен дәл қазір өзімнің жеке кабинетімде тұрмын. Бұл жерде менде дәл қазір $1 бар и VIP 0. Бұл былайша айтқан кезде типа хайп проект сияқты, бірақ ақша салмайда табуға болады. Сіздерге ең бірінші тіркеліп болған кезде сіздерде осындай терезе шығады. Яғни бұл жерде сіз біздің маркетологтарымызға хабарласып, телеграм тартып, біздің телеграм группаға тіркеліп, $3 тегін ала аласыздар деп тұр. Яғни сіздер осы жерде жазылған нәрселерді істейсіздер, WhatsApp лидер дегенге жазасыздар, сосын $3 сізге салып жіберу керек. Мен жаздым, маған әлі салып жіберген жоқ, бірақ бір күн ішінде салып жібереміз. Қазір қолымыз босамай жатыр, адам өте көп деп жазды. Ал енді одан кейін сіздерде қараңыздар, осы жерде тұрған кезде сіздер бұл жерде ақша шығару, яғни бұл жерде минимальный сумма шығару болатын $5, $2 комиссиясы бар. Яғни сіз әр ақша шығарған кезде сізден $2 комиссия ұстайды. Мысалы, $10 шығарсаңыз $2 комиссия ұстайды, $5 шығарсаңыз да $2, $30 шығарсаңыз да $2 комиссия ұстайды. Протокол доходов, яғни біздің тапқан доходтарымыз, көргендеріңізде мені кеше мен 4 задание орындадым, $1 алдым. Күн сайын сізге 4 задание береді, менің түсінгенім бойынша. Өте берсін, снятие деген басасыздар. Мені қараңыздар, снятие деген басқан кезде сіздер оқып болады. США-ның уақытымен 00:24-ке дейін, былайша айтқанда 24 сағат бойы шығарады ақшаны. Одан кейін ақша шығару уақыты примерно бір күн алады, яғни бір күн ішінде сізге ақша келіп түседі. Минимальный сумма шығару болатын $5, ал 2 размер комиссия каждый раз, яғни әр шығарған кезде сізден $2 комиссия ұстайды. Ақшаны сіздер бұл жерден қайқа шығарасыздар? Бұл жерден Trust Walletке шығарасыздар, терси 20 адреспен. Ешқандай қиындығы жоқ. Просто Trust Walletке кіресіздер, сосын USDT таңдайсыздар, терси 20 деген сетпен шығаратын кезде маған жазсаңыздар болады. Менің телеграм каналымда менің
личкам бар, сол жерден түсінбей жатсаңыздар, бірақ көп адамдар түсінеді деп ойлаймын. Мен осындай осыған ұқсас проекттерден 5-6 рет шығарып көрсеткенмін ақша. Ал енді бұл жерде сіз қалай ақша табасыз? Қараңыздар, назад шығамыз. Бұл жерде қараңыздар, кнопка на получение деп тұрады, ең бірінші тұрады. Осы кнопка на получениені басасыздар, одан кейін бізге заданиялар шығады. Менде дым түсінбедім, жаңа ғана 4 задания тұрған, қазір уже жоқ. Мен әдейі орындамаған болатын, видео түсірем деп, бірақ қазір жоқ. Мүмкін тез таусылып қалады заданиялар, азанда кіріп орындау керек. Бірақ мен 15 минут алдын кірген кезде заданиялар менде тұрған. Көргендеріңізде задания жоқ. Дәл осы сіздер осы туды басасыздар, сіздерге 4 задания шығады. Тез орындап тастайсыздар. Орындаған кезде просто мен орындадым деп баса берсеңіздер де болады, ол орындағандарыңызға шыны керек қарамайды. Ал одан кейін бұл жерде одан бөлек VIP дегендері бар өздерінің. Қараңыздар, үстінде тұрған корольдің суретін басасыздар, оң жақта тұрған. Мына VIP 1, VIP 2, VIP 3, VIP 4 бұл не? Жаңа мен айтқандай, сіздерге бұл типа кішігірім хайп проект. VIP 1 басасыздар, мысалы қараңыздар, VIP 1-де сіз $123 толтыруыңыз керек. Ол 4 айға жүреді. Яғни былайша айтқан кезде сіз бір заданияға бағанағыдай $0.25 емес, $0.62 аласыз. Мысалы, бір задания орындайсыз, $0.62 аласыз. Күніне сізге 8 задания беріледі. Яғни күн сайын сіз $0.62-дан 8 рет аласыз. Былайша айтқан кезде $6-7 болады примерно. $5,5 болады, қателеспесем. Өздеріңіз оқып тексеріп көресіздер. Бірақ мен сіздерге шыны керек, VIP 1, VIP 2, VIP 3 дегендерді алуға кеңес бермеймін. Себебі өте қымбат. Бұл проект кім біледі, қанша уақыт істейтін? $0.62-дан, мысалы, күніне 8 задания орындасаңыз, сіз $5-дан қанша уақытта сіз ақтап аласыз. Сена $123. Ол қиындау болуы мүмкін. Сол үшін менің ойымша, сіздер ешқандай ақша салмай, ақша табуға тырысып көргендеріңіз дұрыс деп ойлаймын. Маған подписчиктер айтты, ақша салмай да ақша шығаруға болады екен деп. Мен бірақ оны толық білмедім. Менің осы сайт жайлы өте көп адам сұрап жатыр, сол үшін жай ғана мен видео жасап көруді дұрыс көрдім. Былайша айтқан кезде сіздер күн сайын $1-дан тауып, 5 күнде өздеріңіздің ақшаларыңызды ала аласыздар. Болмаса, достарыңыз шақырсаңыздар болады. Достарыңызға тоже бұл жерде сыйлықтар беретін айтқан. Мен бірақ қатты түсінбедім бұл жерде қандай сыйлық беретін досым үшін. Себебі көргендеріңізде куртар задание в первом уровне, куртар задание в втором уровне. Былайша айтқанда не беретіні, қалай беретінін толық жазылмаған. Өздеріңіз оқып, достарыңыз шақырып көрсеңіздер болады. Өздеріңіздің ссылкаларыңызды аласыздар, достарыңызға таратасыздар деген сияқты. Мен сіздерге шынымен де ақша салмай, ақша табуға тырысып көруге болады деп айтып жатырмын, бірақ ақша салып бұл жерде қиынырақ болады. Себебі $123 саласыз, $123-ды примерно ақтап алу үшін сізге 15-16 күнде кетуі мүмкін. Бірақ 4 ай, енді 2 ай жұмыс жасайтын болса, бұл приложение, сайт, сіздер әрине плюстасыздар, ал если 2 ай жұмыс жасамаса, қиын болады. Бірақ сайттың жұмыс жасап тұрғаны менің ойымша, менің білуімше 1 аптадан асып қалды. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет, сау болыңыздар.